Баршаңызға сәлем достар, ұстаған оразаларыңыз, дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Бүгін мен сіздерге өзбек елінің ерекше тағамдарының бірі хамир хасиб тағамын жасап көрсететін боламын. Ауызашарға немесе кешкі асқа жасап көріңіздер, және де видеоны міндетті түрде өткізбей соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Хамир хасиб тағамына ең алдымен бізге бір кесе күріш керек. Күрішімізді жақсылап жуып шайып, қайнап тұрған ыстық суымызды 1 см асырақ құйып, 5-10 минутқа күрішімізді тындырып қоямыз. Күрішіміз дайын болғанша қамырын дайындайтын боламыз. 400 грамм ұнымызға 1 жұмыртқамызды қосып, 1 кружка салқын суымызға 1 шай қасық тұзымызды қосып жақсылап араластырып аламыз да, жұмыртқа қосылған ұнымызға қамыр елеп шығатын боламыз. Суымызды бөліп құю арқылы. Міне біздің қамырымыз дайын болып шықты. Міндетті түрде біздің қамырымыз қаттылау қамыр болуы керек. Жақсылап ең қандырып тұрып елеп аламыз да, 5-10 минутқа бетін жауып тындырып қоятын боламыз. Енді кезекте біздің ішіне қосылатын салмасын дайындаймыз. 400 грамм фаршымызға 1 дана ұсақтап туралған пиязымызды қосып, суын төгіп тастаймыз да, күрішімізді және де дәміне қарай тұзымыз бен қара бұрыштарымызды қосып, міндетті түрде сіздерде укроп немесе петрушка қосуға болады. Егер екеуі де болмаған жағдайда көк пияз қосуға да болады. Және аздаған ғана сұйық майымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Енді кезекте біздің тынған қамырымызды ұн қосу арқылы бетін тегіс қылып, жұқа қылып жайып алатын боламыз. Құрметті менің көрермендерім, каналыма міндетті түрде тіркеліп, жанында тұрған қоңырауша белгісін басып қойсаңыздар, алдағы уақытта мастер-класстарда сатып жатқан рецепттерді мен сіздерге тегін көрсететін боламын. Соны жіберіп алмас үшін міндетті түрде каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Жұқа қылып жайып алған қамырымызды 4 бұрышты қылып турап алатын боламыз, видеода көріп тұрғандарыңыздай. Енді кезекте біздің дайындап алған ішіне қосылатын начинкаларымызды 1 ас қасықтан қосып шығамыз. Барлығы жеткілікті болу үшін барлығын міндетті түрде бірден қойып шығыңыздар. Міне енді дайын болғаннан кейін ең ұшындағы қамырын алып ораймыз, және ең екі шетінде қалып қалған қамырын ішіне қаратай тағы да ораймыз да, дөңгелете отыра видеодағыдай орап шығамыз. Сонда бізде сопақ қамыр пайда болуы керек. Барлығын осылай сопақ қылып орап аламыз да, мантаваркамызды сұйық маймен майлап аламыз, төбе жабысып қалмас үшін. Содан кейін соның табасына қойып, суымызды қайнатып, қайнаған суымызға 40-45 минут пісіріп алатын боламыз. Біздің хамир хасиб тағамы піскенше бетіне қосылатын начинкасын дайындаймыз. Аздаған сұйық майымызды ыдысымызға құйып, пиязымыз бен томатымызды және аздаған тұзымызды қосып, орташа отта жақсылап қызартып қуырып аламыз. Міне біздің хамир хасиб тағамы дайын болып шықты. Ортасына осылай начинка немесе айран қоссаңыздар да болады. Өздеріңіздің қалауларынша әсемдей аласыздар. Сіздермен бірге болған Жанат, міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, жанында тұрған қоңырауша белгісін басып кетуді ұмытпаңыздар. Ас болсын.